Барлығына сәлем, бүгін мындай есеп шығаруға тырысайық. Бөлу дегенді біз көбейтуге ауыстырамыз. Асты мен үстінің орындарын ауыстырып. Көбейту 49 минус x квадрат. Енді әр жердің бір ортақ нәрселерін шығаруға тырысайық. Мысалы, мынақта x-ті шығарсақ, онда мынақта x минус 4 болады. Неге? Өйткені көбейтсек, x-ке көбейтсек x квадрат болады, x-ті минус 4-ке көбейтсек минус 4x болады. Дәл осы шығады. Бөлу. Енді мына жерде де x ортақ. Жағы 7, x плюс 7 болады. Көбейту. Мынақта 49 деген ол не? 7-ның квадраты. Минус x квадрат бөлінген. Енді мына жерде 24, 6. Ортақ не? 6. 4 минус x. Қарсаңыз, 4 көбейту 6, 24, 6 көбейту минус x, минус 6x. Дәл осы шығады. Тең. Енді бай қарсақ, мынаумен мынаны қысқартсақ болады. Мынаумен мынаны қысқартсақ, қараңыз, x минус 4 пен 4 минус x, ол минус 1 шығады мықты. Өйткені минус 1-ге көбейтіп көрсек, минус x плюс 4 немесе 4 минус x болып шығады. Енді келесі тең болады. X квадрат минус 7 квадрат. Егер минусты мынаяққа көбейтсек, онда былай шығады. Бөлінген 6 көбейтілген x плюс 7. Тең. Енді a квадрат минус b квадрат формуланы есімізге салсақ, a квадрат минус b квадрат нешеге тең болады? Ол a минус b, a плюс b. Осын қолдансақ, онда мына жағы x минус 7, x плюс 7 бөлінген 6 бөлінген x плюс 7 болады. Мынау мен мынау қысқарады. Тең неше болады? X минус 7 бөлінген 6. Осы жауабы болады.